Мен сол қуанып тұрып бір айтатын жағдайым. Менің қазіргі жарым, балаларымның анасы, немерелерімнің әжесі Сәрімен біз бір мектепте оқыдық. Жаңа айттым ғой, елден бітіріп келгеннен кейін ол алдыңғы партада отырды, Абай атындағы, мен артында отырдым. Содан қоғамдық жұмыстарға қатысып, бірақ Зәра енді қаланың қызы ғой, қалада өскен. Өте активистка болды. Біз ауылдан келген, ұяң бала болдық. Сол бір класста жүргеннен кейін еріксіз класс жеткенсің Екатерина Отто деген сондай қоғамдық жұмыстарға жегіп қоятында, екеумізді бірге жүргізіп, кейде бірге шығарып жүреміз. Сонда айтатынды, сен болсаң ұяң, Зәра болса сонда ашық, екеуің кішкене сен оның деңгейіне көтер, кейін бір-біріңдері мүмкін ұнатып қаларсыңдар деп. Айтқандай, сол 9-шы класс бітіргеннен кейін ол кезде қазіргідей сөз ауызша айтатын емес, хат жазып, сол хатыма дұрыс жауап алып, мәз болып, бірақ Зәра екеуміз сондай серт байластық. Оның да жалғыз ғана шешесі бар, менде ешкім жоқ. Міндетті түрде оқуды бітіреміз, бір жыл жұмыс істеп үйленеміз деп. Айтқандай, мен Новосибирскке ауысып кеткен кезде жүрсем де Алматыға келіп жүрдім арасында, хат жазып тұрдық. Зәра 62-ші бітірді, бір жыл қызмет істеді, мен 63-ші жыл бітірдім, келіп сол жанұя құрдық.